Қайырлы күн әріптестер. Бүгін біз балаларды топтық және жұптық жұмысқа бөлудің ерекше оңай және жеңіл түрін үйренетін боламыз. Ол үшін сіздер Philipiti.net деген сайтқа кіресіздер, Google'дан жазып кіру арқылы. Қазір біз мына жерде сайт ашылды, мұның ішінде көп деген сабағымызға керек неше түрлі дүниелерді жасауды үйренеміз. Ал енді біз қазір жоғары жағынан санағанда үшінші тұрған балаларды топқа бөлу, рандомды түрде топқа бөлуді үйренетін боламыз. Үстін басу арқылы ашып аламыз. Әртүрлі колесо тұр ғой, дөңгелек, соны ашасыздар. Инструкция деген астындағы бастырманы басасыздар. Сайтқа кіре салысымен орыс тіліне аударып алсаңыздар болады. Кірген кезде автомат түрде шығып тұрады. Ағылшынша және орыс тіліне аударып алыңыздар, өздеріңізге түсінікті болу үшін. Кірдік, инструкция бойынша. Мінекей ағылшынша бір сыныптың тізімі берілген. Біз енді бұның бәрін белгілеп алу арқылы өшіреміз. Және өзіңіздің компьютеріңіздің бетінде Word бағдарламасында сақталып тұрған оқушыларыңыздың жалпы сыныптың тізімі болса ашып аламыз. Копировать етіп аламыз жалпы тізімді. Енді тізім жоқ болса бәрін өзіңіз жазасыз. Жазу барысында қате кетпеу керек. Өйткені оның қатесін түзету үшін бәрін қайтып басынан бастауыңызға тура келеді. Копировать етіп алдық. Копировать етіп алғаннан кейін жаңағы бағдарламаға апарып вставить етеміз. Неке бәрі дайын, оқушыларымызды ешқайсысы қалған жоқ, бір-бір тексеріп шығамыз. Барлық оқушы жазылған, қатесі болу керек. Содан кейін астындағы применить деген кнопканы басасыздар. Бұның бір жақсысы, сіздер жаңағы көрнекілік тарату арқылы, ыңғайлысы тарату арқылы балалар топқа бөліп жатпайсыз, бәрін компьютер автоматты түрде өзі бөліп береді сізге. Сіздің көп уақытыңызды алмайды. Ары кеткенде мынау 2 минуттық жұмыс болады. Применить еттік, негізгі бетке өттік. Ал енді біз осы жерде балаларды сыныбымыздың барлығын, неше оқушымыз бар, 10 оқушымыз бар ма, 5 оқушымыз бар ма, 20 оқушымыз бар ма, топтарға, жұптарға бөлеміз. Неке мен сыныбымда бар сыныбымды 2 топқа бөліп тастадым. Өзі автомат түрде шығарылады. Ұнамаса, сол жағыңызда тұрған бір-біріне айқасқан стрелканы басасыз, өзі автомат түрде ауыстырып беріп отырады. Барлық сыныпты 3 топқа бөліп тастадым. 4 топқа бөліп тастадым. 5 топқа бөлдім. Ал енді командаларға бөлу, мына жерде жұптастыру жұмыстары жүріп жатыр. Барлық сыныбымда 8 жұп оқушы шығады екен, яғни жұптық жұмыста осылай бөле саламын. Бұл оңай, әрі тиімді. Сіз өзіңіз бөліп жатқан жоқсыз, оқушылардың ортасында да реніштер тумайды. Ал енді осы балаларға үйге мысалы есеп шығаруға, көбейту кестесін жаттауға бердіңіз, бастауыш сыныптарда. Болмаса өлең жаттауға бердіңіз. Тіпті болмаса топ басшысын таңдап алу керексіз. Сіз осы жердегі қара кнопканы басасыз, айландыру арқылы. Кім топта басшы болады, бұмыз кім тақпақ айтады, кім өлең айтады, соны өз автомат түрде шығарып отыратын болады. Құрметті әріптес, осыны күнде сабақ барысында жасай бермес үшін, осыны астына қарай түссеңіз, кәдімгі өзіміздің телефонымызда поделиться деген сияқты батырма тұрады, соны басасыз, шыққан барлық жаңағы нелердің бәрін, ссылканың бәрін копировать етіп аласыз да, Word'тан арнайы бір бет ашып, соған сохранить етіп аласыз. Келесі жолы керек болған кезде соны копировать етіп аласыз да, Google'ға қойып, автомат түрде парақша